Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың іс тәжірибесі әдістемелік рингінің екінші күніне қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге математика, физика, информатика пәндер бірлестігі өз тәжірибесімен бөлісетін болады. Тақырыбы қашықтықтан оқыту жағдайында оқушылардың қызығушылығын арттыру. Ендеше бірге тамашалайық. Ең бірінші, әрине, мұғалімдерге өте керекті, қолжетімді көмекші құрал. Ол қазіргі таңда өте актуалды болып табылатын OPQZ сайты. Бұл жерде мұғалімдер тек қана электронды оқулықтарды пайдаланып қана қоймай, көмекші құрал ретінде жұмыс дәптерлерін оқушыларға жіберіп, тапсырма орындату арқылы оқушылардың қызығушылықтарын арттырады. Ендеше осы OPQZ сайтының таныстырылымын сіздерге информатика пәнінің мұғалімі Асамиданов Жасқайрат Мұстафаұлы таныстырады. Құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға OPQZ сайтымен таныстырғым келіп отыр. Бұл сайтта барлық пәннің ресурстары салынған. Енді біріншіден ресурстарға кіру үшін кітапхана батырмасына басамыз. Енді осы кезде кітапханаға кіргеннен кейін өз пәнім бойынша жаңа ресурспен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Қалай жұмыс істеу керектігін. Мысалы, бірінші сынып цифрлық сауаттылық ресурсына кірсек, онда әр тақырып бойынша теория және тапсырма берілген. Мысалы, бірінші тапсырмаға кіреміз, информатика кабинетіне саяхат. Осы тақырыпқа кіргеннен кейін алдымызда бірінші теория ашылады. Төмен қартай түсірсек, яғни осы теория бойынша видео берілген. Компьютер қандай негізгі бөліктерден тұрады? Және де астыға қартай жылжытсақ, яғни осы тапсырма арқылы бізге осы тақырып арқылы тапсырма берілген. Енді тақырып бойынша тапсырма берілген. Осы тапсырманы орындауымыз үшін, яғни дұрыс нұсқаларын таңдауымыз керек. Яғни тағы да басқа сыныпқа кіріп, осы басқа сыныпқа кіру үшін кітапхана батырмасын басамыз. Кітапхана батырмасын басқаннан кейін алдымызда барлық пән бойынша ресурстар шығады. Яғни мысалы, келесі, мысалы информатика сабағына кірсек, информатика оқулығына кіріп, бұнда мысалы бірінші тапсырмада ақпараттық өлшем бірліктеріне кірейік. Бұнда жаңағындай айтып кеткендей тақырыпқа кіргеннен кейін бірінші алдымызда теория шығады. Яғни теориядан кейін төмен қартай түсіре берсек, сол теория бойынша тапсырма беріледі. Яғни мысалы бізде мына жерде ақпараттың өлшем бірлігі берілген. Осы ақпараттың өлшем бірлігін оқушыларға біз орнатуымызға болады. Мысалы 1 мегабайтта мысалы 24 килобайт деп жазады. Осы ресурстар арқылы біз оқушылардың қызығушылығын артамыз. Яғни кез келген пән бойынша осы ресурстармен біз қолдануымызға болады. Осы OPQZ сайтына кірсеңіздер, кез келген пән бойынша ресурстар бар.
Қашықтықтан оқыту жағдайында, әсіресе қазіргі таңда математика пәні мұғалімдері сабақтың түсіндірмесін, есептің шығарылуын өздері видеоға түсіріп, балаларға жіберіп, YouTube каналына жүктеп, сілтемесін жіберіп жатқан жайлар бар. Олай болса, дәл қазір біз осындай бір сабақтың үзіндісін көрейік. 7-ші сынып алгебра пән мұғалімі Тасубаева Гүлзира Сериковна. Құрметті менің әріптестерім, мынау 7-ші сыныптың алгебра пәні күнделікті тақырыпқа видеолар саламыз және тапсырмалар береміз оқушыларға. Сол оқушыларым кейде сол тапсырмаларды орындау кезінде қиналады. Сол кезде мұғалім түсінбедік деген кезде мен осылай видео жіберіп оқушыларға түсіндіруге тырысамын. Яғни сол қолыммен сотканы ұстап отырамын да, ол қолыммен есепті жазып отырып өзім шығарып түсіндіремін. Мысалы үшін мына тақырып дәрежелер бар, өрнектерді түрлендіру тақырыбындағы 9-да 18-ші есепті берген болған үйге нұсқасындағы сол 9-да 18-ші есепті шығаруды қазір мен көрсетемін. Ол үшін оқушыларға 53-ші беттегі бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттерін пайдаланамыз деп түсіндіремін. Мінекей формула, яғни негіздері бірдей болып көбейтіліп тұратын болса дәрежелер қосылады, бөлініп тұратын болса дәрежелер алынады, дәрежесі дәрежеленіп тұрса, яғни жақшаның сыртында мына үшіншісі дәрежелері бір-біріне көбейтілетіндігі туралы айтып түсіндіріп отырып шығарып көрсетемін. Енді 9-да 18-ші есепте бұның 5 дәрежесі, жақшаның сыртында 3 дәрежесі, көбейту бұның 7 дәрежесі, жақшаның сыртында 7 дәрежесі бөлінген, бұның 19 дәрежесі, көбейту бұның 38 дәрежесі. Мінекей жазып алдым. Осыны енді қазір түсіндіремін. Яғни жаңа айттым, мына дәрежелері бір-біріне көбейтіледі. Бұның 15 дәрежесі көбейтілген, бұның 7 49 дәрежесі. Бөлшектің бөлім негіздері бірдей көбейтіліп тұратын болса, дәрежелер қосылатындығын көрсетемін. Бұның 19 дәрежесі қосылған 38 дәрежесі. Тең алымы да тура сондай. Бұның 15 дәрежесі, дәрежелері қосылады. Қосу 49. Бұның 19-ға 38-ді қосып алайық. Бұның 57 дәрежесі. Тең. Алымын орындап алайық. Бұның 15 дәрежесіне, бұның 49 дәрежесін қосқан, 15-ге 49-ді қосқан кезде бұның неше дәрежесі? Бұның 64 дәрежесі. Дұрыс па, балалар? Бөлімінде бұның 57 дәрежесі жазып алайық. Тең болады, негіздері бірдей, дәрежелер бөлініп тұр, яғни дәрежелерін бір-бірінен аламыз. Бұның 64 дәрежесі алынған 57 дәрежесі. Тең болады бұның 7 дәрежесі. Мінекей осылай оқушыларға түсіндіремін. Қандай формуланы пайдаландық, қалай орындадық, осылай өзім оң қолыммен жазып отырып түсіндіремін. Одан кейін осыны көп соткаларында орын алмас үшін YouTube-ға ауыстырып, YouTube арқылы жіберемін. Содан кейін оқушылар осы видеоны өздері бірнеше рет қайталап көріп отырып, бұл енді видеоның қашықтықта оқытқан кезде бір видеоның жақсы несі, пайдасы, ұтымдығы жағы оқушылар бірнеше рет көре алады, оны айналдырып. Енді біз мысалы үшін сабақ үстінде бір рет қана түсіндіреміз да, одан кейін тапсырмаларды орындап кетеміз ғой. Мына жерде өздері түсінбеген жағдайда видеоны қайта-қайта өздері басынан бастап көруге болады. Міне мен сіздермен осы өзімнің қазіргі қашықтықтан оқытудағы пайдаланып жатқан бір жағын сіздерге түсіндіріп кеткім келіп отыр. Рахмет. 6-шы сыныптағы маңызды тақырыптардың бірі ол мәтін есептерді шығару. Яғни осы мәтін есептерді шығару бойынша қазір сіздерге өзінің тәжірибесімен математика пән мұғалімі Төлеу Самат Болатұлы арнайы экран жазбасы бағдарламасы арқылы түсірілген сабақтың үзіндісін көрсететін болады. Олай болса, бірге тамашалайық.
Құрметті әріптестер, математиканың ең негізгі тақырыптарының бірі пропорция. Себебі пропорция барлық пәндерде және күнделікті өмірде кездеседі. Ендеше бірнеше мысал қарастырайық. Біздің бүгінгі бірінші есебіміз 8 метр 10 метрдің неше проценті деген есеп. Ол үшін біз 10 метрді 100% деп аламыз. 8 метрді x пайыз деп аламыз. Осы кезде бізде мынадай пропорция шығады. Метр мен метрді қысқартамыз. Енді x тапқан кезде 10-ды x-ға көбейтеміз, 8-ді 100%-ға көбейтеміз. X-ті табу үшін 8-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 10-ға, тең болады 80%. Сонымен біздің есебіміздің жауабы 8 метр 10 метрдің 80% екен. Енді екінші есепте 19 кг 100 кг неше проценті. Бұл кезде біз 100 кг-ды 100% дейміз. 19 кг-ды x пайыз дейміз. Тағы да бізде пропорция шықты. Килограмм мен килограммды қысқартып жібереміз. 100-ді x-қа көбейтеміз де 19-ды 100%-ке көбейтеміз. X-ті табу үшін 19 көбейту 100% бөлінген 100. Бұдан бізде 100 бен 100 қысқарады және 19% шығады. Сонда есептің жауабы 19 кг 100 кг-ның 19%. Құрметті әріптестер, өздеріңізге белгілі, физика пәні бойынша зертханалық жұмыстар өте көп. Ал қашықтықтан оқыту жағдайында зертханалық жұмыстар үйде оқушылар орындай алмайды. Әрине қауіпсіздік ережесін сақтау керек болады және де құрал жабдықтардың болмауына да байланысты. Жалпы зертханалық жұмысты қазіргі таңда физика пәні мұғалімдері өздері жасап, видеоға түсіріп, оны YouTube желісіне жүктеп, сілтемесін оқушыларға жіберіп жатқан жайлар бар. Қазір біз физика пәні мұғалімі Сәлкенов Думан Маратұлының 8-ші сыныпқа өткізген зертханалық жұмысының видеосын көретін боламыз. Олай болса, тамашалаңыздар. Зертханалық жұмыс номер 1. Әртүрлі температурадағы суды араластырғандағы жылу мөлшерін салыстыру. Жұмыстың мақсаты жылу алмасуда ыстық судың берген және суық судың алған жылу мөлшерін анықтау және алынған нәтижені түсіндіру. Жұмысқа қажетті құрал жабдықтар: калориметр, стакан, су бар стакан, өлшеуіш цилиндр, мензурка, термометр және қайнаған су. Жұмыстың барысы: массасы 100 грамм ыстық суды сыртқы ыдыстың ішіне қойылған калориметрдің ішкі ыдысына құйыңдар. Ыстық судың Т1 температурасын өлшеңдер. Термометрдің көмегімен ыстық судың температурасын өлшейміз. Термометрдің көрсеткіші әлі көтерілу үстінде. Жылулық тепе-теңдік толығымен орнағанша өлшейміз. Яғни 80 градус, 80 градус Цельсийді көрсетті. Бұны кестедегі Т1 ыстық судың температурасы деген жерге жаңында жазып аламыз. Стақанға дәл сондай суық құйып, оның Т2 температурасын өлшеңдер. Термометрдің көрсеткіші түсу үстінде. Тоқтады. Термометрдің көрсеткіші 25 градус Цельсийді көрсетті.
Енді ыстық суы бар ыдысқа абайлап суық суды құйыңдар. Алынған қоспаны термометрмен араластырып, оның Т температурасын өлшеңдер. Термометрмен абайлап араластырамыз. Ортақ температура орнағанша көрсеткішін күтеміз. Градуста тұр. Тоқтады. Яғни, мына екеуінің ыстық су мен суық судың араласқан қоспаның температурасы 51 градус Цельсий. Ендігі кезекте балалар, біз ыстық су, яғни өзінің жылу мөлшерін суық суға берді. Суық су ыстық судан белгілі бір мөлшерде жылу мөлшерін алды. Енді осы ыстық су қанша жылу мөлшерін берді және суық су қанша жылу мөлшерін алғанын есептеп, мына формуламен есептеп шығарамыз. Бұл жерде Q ыстық судың берген жылу мөлшері, С су, яғни 4200, мына жерде масса 0,1 килограмм, себебі 100 миллилитріміз 100 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі, көбейтілген оның минус 3 дәрежесі деген себебі 100 милли дегеніміз минус 3, литр дегеніміз метр кубқа айналдырғаны минус 3. Яғни 100 миллилитрімізді 100 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі метр куб бар. Енді судың жалпы масса есептеу формуласы М тең Р су көбейтілген В көлем. Судың тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр куб, жаңағы 100 көбейтілген оның минус 6 дәрежесін көбейтіп, осы амалды орындаған кезде бізде судың массасы 0,1 килограммға тең болды. Енді мына жерде Т1 температурасы, яғни ыстық судың температурасы, мынау Т дегеніміз қоспаның температурасы. Бұл жерде түсіндіңіздер, ыстық судың температурасы қоспаның температурасына дейін азайды, яғни жылу мөлшерін берді. А мына жағдайда суық су өзінің бастапқы температурасы Т2 болды, ол белгілі бір жаңа 51 градусқа дейін көтерілді, температурасы көтерілді. Сол кезде ол ыстық судан белгілі бір мөлшерде жылу мөлшерін алды. Енді осы берілген алынған мәліметтер бойынша осы екі Q-дің мәнін, яғни ыстық судың берген жылу мөлшері мен суық судың алған жылу мөлшерін есептеп шығару керек. Алынған мәліметтерді мына кестеге түсіреміз. Бірінші, ыстық судың массасы М килограммен жазасыздар. Ыстық судың бастапқы температурасы Т1 градус Цельсий, қоспаның температурасы, орнаған қоспаның температурасы Т градус Цельсий, ыстық судың берген жылу мөлшерін есептеп шығарасыздар, мына жерге жазасыздар. Суық судың массасы М1 килограмм, суық судың бастапқы температурасы Т2 градус Цельсий. Суық судың алған жылу мөлшерін мына жерге есептеп жазасыздар. Құрметті әріптестер, қашықтықтан оқыту барысында оқушылардың қызығушылығын арттыру өте маңызды. Сол себептен қазір біз сіздерге математика пәнінде біз жиі қолданатын геогебра бағдарламасын көрсететін боламыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін осы өзімнің тәжірибемен бөліскім келіп отыр сіздермен. Жалпы бізде геометрияда, әсіресе 11 сыныпта стереометрияны өткен кезде оқушыларға осы кеңістіктегі фигураларды көрсету қиындық тудырып жатады. Олай болса, осы геогебра бағдарламасында осындай кеңістіктегі фигураларды жалпы қалай көрсетуге болады, қалай сызуға болады, балалармен қалай жұмыс істеуге болатынын бүгін тәжірибемен бөлісетін боламын. Жалпы геогебра бағдарламасы өте ыңғайлы, ұялы телефонда көп орын алмайды. Ноутбукта немесе басқа да компьютерлерде браузерге, кез келген браузерге осы geogebra.org сайтын жазып жұмыс жасауға болатын ыңғайлы қосымшалардың бірі. Нағыз математиктерге арналған өте керемет көмекші құрал. Дәл қазір сіздерге осы
пирамиданы көрсетіп тұрмын. Жалпы пирамида қырлары осылай әртүрлі түспен берілген. Балаларға өте ыңғайлы. Осы сілтемені жіберген кезде олар өздерінің ұялы телефондарынан оңай көре алады. Сенсор арқылы қолмен жылжыта алады. Жылжытып жан-жағын көре алады. Яғни мен сіздерге 3D иллюстрация көрсетіп тұрмын дәл қазір. Енді келесі дәл сондай тағы да басқа да фигураларды көрсете берсем болады, бірақ дегенмен жай негізгісін көрсеткелі тұрмын. Бұл жерде додекаэдрді көріп тұрмыз. Яғни 3D иллюстрацияда ол осылай көрінеді. Балаларға өте қызықты, ыңғайлы, қарауға да өте ыңғайлы деп есептеймін. Келесі, жалпы бізде осы геометрияда өте бір маңызды десем болады. Кез келген фигураның жазбасын көру кей жағдайда қиындық тудырып атады балаларға. Осы жағдайда геогебра өте бізге керек көмекші құрал. Мына жерде біз фигуралардың жазбасын көрсетпес бұрын қарапайым осы кубтан бастағым келіп отыр. Кубтың жазбасын көрсету үшін кез келген мына қырынан тышқанның батырмасы арқылы басып тұрып жылжыту арқылы ашып жауып көрсетуге болады. Енді жылжыту арқылы мінекей біз осы кубтың жазбасын көре аламыз. Келесі кезекте октаэдрдің жазбасын көрсетейін. Ол үшін міне октаэдрдің бастапқы түрі мінекей. Оны 3D иллюстрация арқылы тағы осылай көруге болады. Егер де біз үлкейткіміз келсе, мінекей осылай үлкейте аламыз. Енді октаэдрдің жазбасын көру үшін кез келген қырынан тышқан батырмасын ұстап біз аша аламыз. Яғни бұл бізде октаэдрдің жазбасы. Октаэдрдің жазбасының 3D иллюстрациясы. Келесі кезекте сфера. Жалпы сфераны да осы геогебрада көрсеткен ыңғайлы. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда радиусы берілген, центрі берілген. 3D иллюстрациясы осындай болады. Келесі шар сегменті. Шар сегменті де жалпы осы 3D иллюстрацияда өте анық көрінеді. Мінекей айналдыра оны біз қарай аламыз. Кез келген бала телефонындағы, жаңағы ұялы телефонындағы сенсор арқылы қолмен оңай айналдырып жылжыта алады. Келесі кезекте айналу денесінен осы конусты көрсетейін. Мінекей конус. Осылай айналдыру арқылы біз 3D иллюстрациямен көре аламыз. Енді мына жерде біз жалпы кеңістікте 3 нүкте арқылы өткізілген жазықтықты көріп тұрмыз. Мінекей 3 нүкте арқылы өткізілген жазықтықты басқа түспен бояп қойдым. Мінекей және айналдыра біз көре аламыз. Балаларға өте ыңғайлы, балаларға өте ұнайды бұндай көрнектіліктер. Өз көздерімен көре алады. Келесі мына жерде екі жазықтықтың қиылысуын көріп тұрмыз. Екі жазықтықтың қиылысуы, екі жазықтықты екі түрлі түспен бояп, мінекей жан-жағынан осылай 3D иллюстрация арқылы балалар оңай көре алады. Бүгін
Семинардың екінші күні математика, физика, информатика пәндер бірлестігі сіздерге өз тәжірибесін көрсетті. Келесі кездескенше қош, сау